Құрметті достар, барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазіргі мына біздің үкіметтің комментарийсін естіген шығарсыздар. Қазақстанға, жалпы біздің елімізге, біздің инфраструктурамызға басқа елдердің көптеген жаңағы спецслужбаларының кибер атакалары жүріп жатыр. Қазір мына біздің геополитикаға байланысты қасымызда, жанымызда болып жатқан соғыс бар Украинадағы. Соған байланысты немесе тағы да басқа көптеген факторларға байланысты біздің елімізде қазір бүкіл әлемнің спецслужба дейміз ғой, Госдеп США, Моссад, еврей, израильский, бүкіл әлемнің бүткіл спецслужбаларының барлығы, бүкіл хакерлер, бүкіл солардың барлығы, көптеген елдердің барлығы қазір именно біздің елімізге, Қазақстанымызға үлкен кибер атака болып жатыр. Неге? Өйткені қазіргі білесіз ғой, қазіргі заманда ең маңызды нәрсе ол ақпарат, информация. Мысалы, жапондықтар айтады ғой, тот, кто владеет информацией, владеет миром дейді. Сондықтан ақпарат үшін ақпарат өте маңызды және өте қымбат нәрсе қазіргі кезде. Сондықтан да мысалға біздің министріміз Бағдат Мусин өткенде айтты, интернеттің жасауы, қазіргі мобильдік интернет болсын, кәдімгі интернет болсын, барлығы да зависать етіп жатыр, өте ауыр нагрузка, бешеный болып жатыр. Неге? Өйткені біздің елімізге кибер атака жүріп жатыр. Біз қазір енді жүгіріп сухопутный войска онда жоқ қой, қазір барлығы да кибер войны. Ана жоғары жақта хакер, программист, разработчиктердің соғыстары, информационная война қазір жүріп жатыр, ақпараттық соғыс. Сондықтан да егер сіз IT мамандығын меңгергіңіз келгенде, егерде программист болу, разработчик болу, айтишник болу деген ойыңыз болса, в первую очередь ақпараттық қорғаныс деген мамандық бар. Көптеген әлемдің күшті вуздарында информационная безопасность деген специалист бар. Соны меңгеріп, соны оқып, өзінің еліміздің, Қазақстанымыздың жауынгер болыңыз. Хотя бы қолыңызға қылыш найза ұстап жауға жүгіру деп айтып тұрған жоқпын, но хотя бы ана жоғарыда именно ақпараттық соғыста өзіңіздің септігіңізді тигізіп, елімізді қорғайық. Сондай керек, IT керек бізге. Керемет оқыған, образованный, білімді айтишник, мықты кибер қорғаныс азаматтар керек.